Мен мынау дүйім жұрттан, дүйім халқымнан кешірім сұраймын. Себебі мен осы фильмнің шыққанына дейін үндемей отырып, арамызда қалады барлық нәрсе, барлық әңгіме тек біз келіскенбіз, арамызда болады деп. Енді мен жақтан қысым болып жатыр Мөлдір ханымнан. Енді ол қысымды Тұрсынбек те тоқтата алмай отыр. Және мен әрмен қарай шыдай алмаймын, себебі менің жұмысыма кедергі жасап жатыр. Барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Және менің үндеуіме Тұрсынбек те қарсы болған, бірақ менің жұмысымның тоқтап қалуына байланысты мен осы үндеуімді қара халқыма жіберіп отырмын. Біз негізі фильмді күткенбіз, сосын айтамыз деп. Сәлеметсіздер ме? Қазіргі кездегі ең ауқымды тақырыптардың бірі осы кісі қазіргі кезде өзінің желіде осы видеосын таратқан болатын. Енді осы қауесет туралы кішігірім айтып өтейін. Жалпы Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы, яғни екінші әйелі жайлы желіде тараған қауесеттер мен оның әйелі Мөлдір Мұқанова берген реакцияларды туралы сізге қазір айтып өтетін боламын. Екінші әйелі 1997 жылғы туған Қызылорда облысының Бессарық ауылының тумасы. Оның Тұрсынбектен ұл бала туғаны, қазір Астанада тұрып жатқаны және оған пәтер мен көлік сыйлағаны туралы ақпарат жарияланған болатын. Және де қазір кезде ай сайынғы қаржылай қамқорлық жасалып жатқаны туралы да ақпарат тарап жүр. Кейбір желі қолданушылары 6-7 жыл бұрын үйленген дегендей пікірлерін айтып жатса, бұл жағдай кешегі емес, алдағы уақытта болған деп жазады. Бұған қоса ресми әйелі қазіргі кезде оның тоқалына қатты бақылау жасап, күндіз түні қасында алып жүргендіктен қауым оны қоғамдық орында бірлесіп сирек көреді делінген ақпараттар да қазіргі күнде таралып отыр. Жалпы Мөлдір Мұқанованың осыған реакциясын айта кетейін. Ресми жұбы Мөлдір Мұқанова әйелі күллі елге бұл мәселе ашық болып кеткенін, бұрын отбасындағы құпияларды сақтап келгенін, бірақ халықтан ештеңені қазіргі кезде жасырып қала алмайтындығын айтып өткен болатын. Сонымен қатар желіде Тұрсынбек екінші әйелмен бірге тұрып жатыр деген пікірлер шығып жатса да, Мөлдір мұны нақты растаған жоқ. Жай ғана әйел ашуланса құлпырады деп жауап берген болатын өзінің сөзінде. Жалпы қорытындылай келе, медиа мен желіде тараған ақпараттар егер деуге негіз бар. Екінші әйелі бар делінген нақты деректер, туған жылы мен мекені, ұлының болуы, материалды қамтамасыз етілуі туралы айтылған мәліметтер тарап отырғанмен, нақты осындай деген пікірлер әлі де ресми түрде ақпарат жіберілген жоқ. Дегенмен бұл барлық ақпараттар және Қабатов отбасының өзі қарайған жауаптар да беймәлім әрі ұзақ жағдайға нақты түсініктеме ешкім берген жоқ. Мөлдір Мұқанова халыққа ашық болды дейді, бірақ тоқалымен бірге тұру жайлы жай ғана әйел ашуын шығарды деп шектеліп қана отыр. Әлі де нақты ешқандай мәлімет жоқ. Бірақ та осы кезде видеоның бастапқыда көрген видеодағыдай осы тоқалы Тұрсынбек Қабатовтың тоқалы деген әйел кісі желіде бүгін ғана өзінің видеосын осылай таратқан болатын. Кофемізді құшақтап жұмысқа кеттік, достар. Амантай Абен, Жұлдыз Болат. Амантай Абен, Жұлдыз Болат. Мағынасын түсіндіңіз ғой? Бізде бүгін 3 жерде выступлениялар жасамадық болсам. Біраз қуаныштардың куәсі болуға бара жатырмыз. Айналысып жатқан кәсіпкер бай қуатты, бақытты болсын. Байыса қазақ байысын. Бүгінгі мереке құтты болсын. Сәлеметсіздер ме? Құтты болсын ағайын. Қалайсыздар? Қалайсың? Успела, ниет ең бастысы. Қалайсыздар? Әсем Омардың нешінші филиал ашылып жатыр? Үшінші филиалы. Почти сырт жағынан келе жатырмыз. Құтты болсын. Аяқтап шоқсыңдар, иә? Құтты болсын. Әсем Омардың ең бірінші дүкеннің ашылуын лентасын қиған болатын. Майра Ильясова апай екеуміз. Көрдің бе қандай берекелі? Егер де бір кәсіп бірден соң бірі филиалдар ашылып жатса, ол кәсіптің өсіп дамып гүлденіп жатқандығының нәтижесі, достар. Семчик гүлдене
бер. Әсем деген атыңа сай әсем бол, әдемі бол. Өзің ғана емес, барлық қыздарды әсем дей бер. Рахмет.